Қайырлы күн болсын, ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді дейтін сол қоянның білесіздер ма? Сол қоянның ыстық қаны қандай ауруға ем екенін мен біліп, өзім былай қайран қалдым, әрі өкінішім ішімде қалды да. Өткен әкем де сол аурумен ауырған еді. Біреудің бауыры ауырады ғой, ағасы ауырады, содан больницаға барып жатқызады, бауыр ауырады оның. Больницадан ем болмағаннан кейін бауырға көбіне ем болмайды. Соның үшін бауырда ішіне қазақ бауыр деп атамайды дейді. Бауыр не болса соған еріп кететін нәрсе ол. Соның үшін бауырым деп айтады деп. Өте күтіп ұстау керек оны деп. Сондай-ақ бауырды болмағаннан кейін, емдік болмағаннан кейін емханадан шығарып жібереді оны. Күтіңдер, 10 күн уақыт бар, 10 күнден кейін басқа ештеңе демейді. Соған дайындалып біз дейді, жан жақтан барымызды жинап, енді ана жаққа кетуге дайындалып сөйтіп жатыр дейді ағамыз дейді. Сөйтіп жатыр, бір жеңгеміз болатын ауылдан дейді. Сондай деп естіп, маған телефон қылып айтты дейді. Оның емі бар ғой, қоянның ыстық қанын алып беріңдер деп айтты дейді. Содан естіп, баяғы ауылдағы бар машинаны мініп шықтық дейді. Бауырымның бір достары бар еді дейді. Дей берсін. Бауырымның достары бар еді дейді. Рас нәрсе екен негізінде бар ғой. Бауырымның неде достары бар еді дейді, сояққа қарап шықтық дейді, ауылға қарап дейді. Барып, баяғы 2 машина болып аулап, 10-нан бастадық дейді. 10-11-дің кезіне дейін жүрдік, ештеңе болмады дейді. Сосын айттым дейді, жоқ қой бұл, сендерді әуре сарсан қылдым ау деп. Жоқ, бізде 12-ден кейін қояндар жиналысы болады деп біреу не қылды дейді. Содан жарайды, содан кейін сол анау-мынау дегенше оған жоқ, қоян басталды дейді. Содан мерген бір жігіт бар екен дейді, атат атқанын құлатады. Маған тіріледей керек еді деп едім дейді, бәрі тоқтап қалды дейді. Онда олай ма деп прожекторды тоқтатып қойып, бүйтіп тартып, оның да амалы бар екен дейді. Сөйтіп қоян ауыз ашылып тұрғанда кеуделірек бір досы бар еді дейді, сол барып шапанымен барып жапты да ұстап алды дейді. Ал аға, барам дегенше жүрегін жарып алмаңыз мынаң деп коробкаға салып та берді дейді. Баяғыны апыл-ғұпыл алдым да бауырларыма беріп жібердім дейді. Осындай соның балдарына бердім дейді, ағамның балдарына дейді. Үйістіп беріңдер деп дейді. Сойып не қылып ертеңіне сұрадым дейді, не болды деп едім дейді. Кішкентай ғана қаны бар екен, жарты кезінде ғана қаны бар екен, бірақ бердік деп айтты дейді. Алып ішіп, нанасын ба сіздерге өтірік, маған шын дейді да, жаңағы расын айтып отыр да, маған шын дейді да. Ертеңіне басын көтеріп бастады дейді, өлем деп атқан адам дейді. Содан 2 күннен кейін жүрем тұрам дегенде айтты дейді. Содан әнекей сол аурудан айығып кетті дейді да. Біліп жүріңіздер, менің де әкем содан болып, ешқандай емі болмады, анда апардық, мұнда апардық. Араның балын ішу керек, оның жаңағы неген балдың араның жинайтын жеріндегілер солар кесіп алып ішу керек деген нәрсенің астындағы ағашын ойып ішу керек деген барлық нәрсені істедік, бірақ ешқандай ем болмады. Сөйтіп әкем содан көз жұмған болатын. Менің өкінішім ішімде болды. Ол нәрсе болғанда бұл кезде мен жалаң аяқтап жүріп сол қоянды ұстап әкеп берем ғой, сол әкеме осындай осы уақытта соны білгенімде мен. Соны біліп жүріңіздер, қалған қазағыма пайдасыз тисін деп айтып жатқаным ғой. Қай нәрсенің де емі болсын. Көлденең келген көк аттыдан ем сұраған қазақпыз ғой. Соның үшін біреуге болмаса біреуге пайдам тиер деген кеңеспен айтып отқаным. Алла амандығын берсін. Ең бастысы ешқайсымыз ауырмайық.